Баршаңызға сәлем. Бүгін орама жасайтын боламын. Сәбіз бен пияздан. Бұны алдында да жасап көрген. Бұл енді мен басқаша қылып жасап көрдім. Бұл да өте дәмді болып шықты. Алдымен қамырды илеуді бастаймыз. Ол үшін ұнға тұзды суды құйып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырды өте қатты қылмаймыз, өте жұмсақ қылмаймыз. Орташа жұмсақтықта илейтін боламыз. Илеп қойған қамырымды 1 сағатқа тындырып қоямын. Енді сәбіз бен пиязды жақсылап жуып тазалап, майдалап турап аламыз. Мен сәбізді үккіштен өткіздім. Енді қызып тұрған майымызға пиязды қызарғанша қуырамыз. Қызарған пияздың үстіне сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Баяу отта қуырамыз, күйіп кетпеу керек. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Бетін жауып қойып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз, подливын дейді ғой. Қызып тұрған майға етті жақсылап қуырамыз. Пиязды қуырамыз. Мен сәбіз салмадым, себебі сәбізді мен қамырдың ортасына саламын. Жақсылап қуырып, шамалы су құйып, етті жұмсарғанша қайнатып аламын, бұқтырып аламын. Міне кішкене суы тартылып, ет жұмсарды. Енді осының үстіне картошканы салып, шамалы бұқтырып қоям тағы да. Сарымсақ қостым, тартылды. Және болгарский перец қосып жақсылап араластырамын. Енді үстіне су құямыз. Су құйып, бетін жауып қойып қоямыз қайнағанша. Енді қамырымды жайып бастаймын. Қамырды өте жұқа қылып жаямыз. Жайған қамырдың үстіне шамалы сұйық май жағамыз. Аз ғана жағамыз, себебі бізде пияз бен сәбіз майда қуырылған. Сол себепті кішкене ғана жақтым. Осылай видеодағыдай жасап жүрсеңіздер болады, жетпей қалған жерлеріне. Енді осының үстіне пияз бен сәбізімізді салып шығамыз. Осылай жағамыз бір келкі қылып, және ораймыз. Видеода көрсеткендей орайсыздар, кішкене тығыздау қылып орайсыздар, арасы бос болып қалмасын. Осылай жақсылап ораймыз. Енді кішкене бөліктерге бөлемін. Міне осындай болып шығады арасы. Барлығын кесіп алдым. Енді қайнап тұрған сорпаға саламыз. Жаңағы подливтің үстіне қоямыз. Жиырма 25-30 минут баяу отта пісіреміз. Жасап көріңіздер, ас болсын.